Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандармен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы бүгін сіздерге қалқанша безі туралы айтатын боламын, және қалқанша безінің жұмысының бұзылуына байланысты белгілер туралы айтатын боламын. Ал оның жұмысының күшеюі немесе төмендеуі оны өзіңіздің жеке врачыңыз, дәрігеріңіз анықтайды. Қалқанша безінің жұмысы бұзылған кезде бірінші ашуланшақтық болады. Адам кез келген нәрсеге ашуланып, қасындағы адамдарының кез келген іс-әрекеті жақпай ұрысқыш және конфликтке түсіп отырады. Және де ол ашулануы 1 сағат немесе 2 сағат немесе ренжігені қайтадан есіне түссе, қайтадан ашулануы мүмкін. Келесі екінші жылағыштық. Ол жылауықтық әйелдерде де еркектерде де болуы мүмкін. Мысалы кез келген тос сөйлесе де немесе кино көріп, кино кейіпкердің іс-әрекетіне байланысты көңілі босап жылап та алуы мүмкін. Келесі шаршағыштық. Ол таңертең тұрғаннан бастап адамда шаршағыш әлсіздік болуы мүмкін, себебі ол адамда күш болмайды. Келесі терінің құрғақтығы, әсіресе аяқ пен қолда қатты білінеді. Киімді шешкен кезде аппақ қайызғақтар түсуі мүмкін. Келесі есте сақтау қабілетінің төмендеуі немесе мүлде есте сақтау қабілетінің болмауына да алып келуі мүмкін. Келесі шаштың түсуі, шашты тарағанда, шашты жуғанда, жай сипағанның өзінде шаш түсуі мүмкін. Немесе жастықта шаш жатқанын байқауға болады. Шаш қана түспейді, сақал, қас, кірпік те түсуін байқауға болады. Сонымен қатар ағарған шаштардың краска алмауы да немесе жалпы шаштың краска алмауының себебі болып келеді. Шынтақта және де табан өкшеде терінің қалыңдағанын немесе өкшенің жарылуында байқауға болады. Бөртпелердің пайда болуы көбіне бетте, маңдайда, самай аймақтарында байқауға болады, және өзінен кейін дақтар қалдыруы мүмкін. Және де бетте тек сол бір орында қызылды үлкен акнені байқауға болады. Тек бір орыннан шығатын. Салмақтың төмендеуі немесе азаюы ол тағамны қабылдағанына және физикалық жүктемеге де байланыссыз болып келеді. Кеш қату ол 2 күннен 3 күн немесе апталап 10 күнге дейін созылуы мүмкін. Және де ол тәбетке байланыссыз, және де ешқандай да үлкен дәретке деген ешқандай белгі болмайды. Сұйық нәжіс ол тұрақты 1 күн бойы мүмкін, және де үлкен дәретке барғысы келетін сезімі болуы мүмкін. Келесі бастың ауруы, мойынның бастың қан тамырларының қысылу нәтижесінен болатын, және де мойынның тамырларының қысылуынан болатын бас ауруынан өзгешелігі ол мигрен тәрізді болып келеді. Және ол бірнеше сағатқа созылуы мүмкін, және де ешқандай да спазмолитикке және де ауру сезім басатын дәрілерге бас ауруы қоймайды. Келесі депрессиялық жағдай, яғни адамның ешқандай да көңіл күйі болмайды, өмірдің бояуы жоқ секілді, адамдар ол кісіні ұнатпайтын секілді сезімдер болып. Беттің түске дейінгі немесе алақанның, саусақтардың ісінуі, бірі екіншісіне қарағанда ісіңкі болады. Үшінші тобықтың ісінуі. Бастың немесе қолдың дірілі болуы мүмкін. Тез майлану, мысалы басты жудыңыз, 2-3 сағаттан кейін шаштың түптерінің майланғанын байқауға болады. Келесі жүрек соғысының жиілеуі, тамақ аймағында жүректің соғысы соғып тұрғандай, және де ауыздан шығып кететіндей жүрек соғысы болуы мүмкін. Кешке және түнге қарай тәбеттің жоғарылауы болуы мүмкін. Тез суықтап қалуы мүмкін, және де
көбіне аяқ қолының ұйып қалуы мүмкін. Түнде ұйықтағанда түнде аяқтар бұлшықеттердің жиырылып қалуы мүмкін. Ойлау қабілетінің төмендеуі мүмкін. Иіс сезу қабілетінің өзгеруі, көбіне мұрнына бір сасық иіс келгендей болуы мүмкін. Етеккір циклінің өзгерісі болуы мүмкін. Осы барлық жалпы мағлұмат. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше. Видео ұнаса подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментария жазыңыз. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.